Сен бізге келін болсаң қайтеді осы отбасылық өмірдің мәнін ойлап. Нұр Мұхаммед дейтін бір інім бар еді. 30-ға кеп қалғанша әлі бойдақ. Жоқ, сен бірақ қалмаңыз жаман ойлап, інімнің отырмын мен қамын ойлап. 8 қырлы бір сырлы жігіт еді, бір сұлу таппай жүрмін тәуір айбап. Абайға қыз әперген Құнекеңдей өзімше отқаным ғой әрін ойлап. Менсің бе егерде келіссеңіз, меніңше кетесіңдер тәуір ойнап. Жұлдызды қайтсек алып қалу керек, бұл қызды келді бізге тәңір айдабай. Менікі игіседі сауабы көп, сондықтан сөкпегейсің ағаны көп. Айтпақ жол үштөбеге үйсап жатыр, болғанмен көп адамның хабары жоқ. Бізге келін болсаңыз өкінбейсіз, жүреміз Алтайдың ақ маралы деп. Арманыңның барлығы орындалады, сұрақтар болмайды, ешбір жауабы жоқ. Қалың малды даямай жібереміз, ең қымбат заттарменен жаманы жоқ. Жұлдыз айт, сенен жалғыз сұрайтыным, әкелсең болды бізге баланы көп. Үштөбеде таудай қаңырап тұр, 300-ді көбейтетін адамы жоқ ай. Нұр Мұхаммед мақсатқа інімеді, осылай жыр түндігі түріледі. Келін болып қал десең қала салаң, арқаның қолдас егер бүгін елі. Кешегі тарихтағы білеміз ғой, сал бір жандар серіше жүріп еді. Семейге 80 қызды іздеп барған аман жол Әлтайбын ірімеді. Қонақ болып келгенде келін бол деп, мынағам осы жерден бүлінеді. Серіліктің салтын жақсы біліп тұрған мақсат аға осы жерден сүрінеді. Қонақ қызға жармасып не көрінді, қанатымның астынан ілінеді. Бір қызға екі жақтап жамылатын, бір жанның не боп кеткен інілері. Біліп тұр мендей қыздың таптырмасың, осылай жауабымды нақ қылғасың. Ал енді мен айтайын өз сөзімді, Алла бізге ар-ұятты жақ қылғасын. Ініңізге өтініш айта кетем, белгілі ол сөзімді жақтырмасын. Шамасы келіп жатса іздеп келсін, болмаса тартып